Балдың қандай пайдасы бар? Балдың қандай түрлері болады? Осы сауалдарға жауап іздеп көрейік. Мамандардың айтуынша, балдың адам денсаулығы үшін пайдасы көп. Атап айтқанда, бал қан құрамын жақсартады, ішкі ағзалардың қызметін жандандырады, иммунитетті арттырады, дененің физиологиялық қызметін, күш-қуатын қалпына келтіреді. Мидың жұмысын жақсартады, тыныс алу жолдарын артық өңезденуден сақтайды. Ол сондай-ақ жүрек қан тамырлары ауруына, бауырға, бүйрекке, ішек-қарын жолына, суық тиюге, құяң мен өтке пайдалы. Балды құрт ауруына, ұйқысыздыққа, бас ауруына, қан қысымына, асқазан жарасына, тіпті күйікке де ем ретінде пайдалануға болады. Балдың сондай-ақ аллергияға, бактерияға, қабынуға қарсы да қасиеттері анықталған. Балдың химиялық құрамы шырын жинаған өсімдіктердің түріне, топырағына, ауа райының жағдайына және балдың түрлеріне байланысты өзгереді. Балдың сапасы негізінен хош иісі, дәмі, түсі, тығыздығы, ылғалдылығы, қоректік және жабысқақ қасиеттері арқылы ажыратылады. Өте құнарлы, тойымды болғанына қарамастан құрамында ауыр қорытылатын элементтер кездеспейді. Бал құрамы қанға, одан жасушалар мен тіндерге тез сіңіп кететін көмірсулар, белоктар, протеиндер, амин қышқылдар мен органикалық қышқылдар, минералды тұздар, калий, кальций, натрий, темір, хлор тұздары және күкірт. Пайдалы микроэлементтер мен ферменттерге, каталаз, липаз, амилаз өте бай. Құрамындағы фруктоза, глюкоза және құрақ қант бұлардың барлығы да адам ағзасына аса қажетті. Бал арасы қандай жәндік? Жарғақ қанаттылар тобына жататын бал аралары негізінен аналық, аталық және жұмысшы болып үшке бөлінеді. Олар жеке-жеке емес, тобымен тіршілік етеді. Мәселен, бір ғана ара ұясынан құжынаған мыңдаған араны көруге болады. Араларында сан жағынан азы аналықтары болса, жүздегені еркек, ал қалған негізгі көпшілікті жұмысшы аралар құрайды. Бір қызығы, бұл аралардың әрбірінің өзіне тән міндеттері бар. Қай-қайсысы да өз ісін барынша тыңғылықты орындайды. Мәселен, аналық ара жұмысшы араларға гүл тозаңы мен бал жинатып, ұя салдыртады, ұрпақ өсіреді. Еркек араның міндетіне аналық араны ұрықтандыру, ал негізгі қара жұмыстың барлығы жұмысшы араларға тән. Аралар бір маусымда 2000 жұмыртқаға дейін салады. Құран аяты не дейді? Қасиетті Құранда балда шипа бар екендігі айтылған. Жаратушы ие араға бал жасайтын түйсік тартқанын мына аяттарда айтады. Раббың бал арасына былай деп уахи етті: таулардан, ағаштардан және адамдар салған күркелерден өзіңе ұя жаса. Сосын әр түрлі жемістермен қоректеніп, Раббыңның саған жайылуға жеңілдеткен жолымен жүр. Араның қарынынан түрлі түсті бал шығардық, онда адамдарға шипа бар. Әлбетте, мұнда ойланған қауым үшін ғибрат жатыр. Дін ғалымдарының айтуынша, аяттағы уахи сөзі түйсік деген мәнді білдіруде. Әуеде құстың ұшуы, балықтың суда жүзуі, жаңа туылған нәрестенің емуді тез үйренуі секілді бүкіл тіршілік иелеріне тән түйсікпен аралар да ғаламдағы өз міндетін мүлтіксіз атқаруда. Ара балының түрлері. Негізінен, ара балы бір шырынды және көп шырынды болып бөлінеді. Бір шырынды бал тек өсімдіктердің бір түрінен ғана жиналған шырын. Оны өсімдіктердің түріне қарай қара құмық балы, жөке ағашының балы деп неше түрлі атайды. Көп шырынды бал өсімдіктердің бірнеше түрінен жиналған шырын. Оны табиғи бал беретін өңірлерге байланысты дала балы, тау балы, бақ балы деп ерекшелейді. Табиғи балдың түрлері. Өмірде табиғи балды ажырату оңай емес. Қантты бал араны қант шырынымен қоректендіру арқылы алынады. Сатушылар оны табиғи балға араластырып сатады. Бұл орайда табиғи, жасанды балды ажыратуға ешқандай анализ көмектеспейді. Жасанды балдың құрамында қант крахмалы, ұн, желім, гипс болады. Оның кейбірін үй жағдайында анықтауға мүмкіндік бар. Ол үшін бір стақан қайнаған су аласыз да оған балды араластырасыз. Бір стақан суға жарты стақан бал. Сол кезде тұнбаның төменгі жағында немесе бетінде механикалық қалдықтар шыға келеді. Ол балдың құрамында крахмалдың бар екендігінің айғағы. Гүлдейтін қаншама өсімдіктер бар болса, соншама балдың түрлері бар. Біз енді солардың бастыларын атап айтсақ. Түйебұршақ, донник, балы бірінші сортты балға жатады.
ақ немесе ашық янтар түсті болып келетін хош иісі бар балдың бұл түрі глюкозаға бай. Түйебұршақ балы ішек ауруларына пайдалы. Шайқурай, кипри, балы мөлдір жасыл сары түсті сұйық бал. Балдың бұл түрін әлсіздікке, жараны қайтаруға пайдаланылады. Жөке, липа, балы жақсы сортқа жатады. Сары жасыл түсті балдың бактерияға қарсы қасиеті бар. Жөке балының тамақ ауруларына пайдасы мол. Сондай-ақ тыныштандыратын, ұйқыны жақсартатын қасиеті бар. Шабындық, луговой, балы бірінші сортты балға жатады. Сары қоңыр немесе алтын түсті балды шабындықтағы түрлі гүлдерден алады. Бұл бал арқылы тыныс алу, жүйке, жүрек және ас қорыту жүйесін емдеуге болады. Таңқурай, малина, балы ақ түсті болады. Жоғары сортқа жататын балдың бұл түрі суық тигенде тұмаудың алдын алу үшін пайдаланылады. Қарақұмық, гречишный, балы қою қызыл немесе қоңыр түсті болады. Жоғары сортқа жататын бұл балдың ерекше иісі бар. Қарақұмық балы темірге, магний, мысқа бай болғандықтан түрлі қан ауруларын емдеуге пайдаланылады. Жүйке жүйесіне де қарақұмық балы бірден бір ем. Сондай-ақ тері ауруларында балдың осы түрімен емдеуге болады. Балдың құрамы мен қуаты. Ара балының химиялық құрамы шырын жинаған өсімдіктердің түріне, ол өскен топыраққа, сол жердің ауа райының жағдайына және балдың түрлеріне тығыз байланысты. Гүл балының құрамында 12-13% су, 0,4% белок, 0,3% күл, көмірсутегі, глюкоза, жүзім қанты, сахароза, мальтоза тағы басқа бар. Және де 4-5А, С, Е, К дәрумендері, минералды тұздар, ферменттер, сондай-ақ химиялық элементтер, калий, кальций, фосфор, хлор, күкірт, натрий, темір, марганец, мыс тағы басқаларда кездеседі. Бұлардан басқалма, жүзім, қымыздық тәрізді қышқылдарда болады. Ара балының сапасын негізінен хош иісі, дәмі, түсі, тығыздығы, ылғалдығы, қоректік, жабысқақтық қасиеттері арқылы анықтайды. Ара балының қуаты жоғары. Оның бір келісі 3150 кал қуат береді. Ара балы адам ағзасын дәрумендермен, белокпен, ферменттермен тағы да басқа тіршілікке қажетті заттармен байытып, қамтамасыз етеді. Балды құрғақ, жақсы желдетілген бөлмеде 5 градустан 10 градусқа дейінгі температурада сақтайды. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.